Сәлем, сіздермен жол болғыш және бұл 118-ші кітапқа қысқаша шолу. Жаңа локацияда. Күн жақсы шығып тұр және фон барымен балконда тұрып жатырмық. 118-ші кітап менде Ольга Примаченко «К себе нежно». Бұл кітап өте танымал кітаптардың бірі. Бұл кітапты кітап оқымайтын адамдардың көбі оқыды. Солай кітап танымал екенін білуге болады. Егер бұл кітап туралы айтатын болсам, негізі бұл кітапқа қалай болады? Гордость и предубеждение сияқты. Онша емес кітап деп ойладым, өйткені тым қатты танымал, жылдам тым қатты танымал болып кетті. Бірақ олай емес екен. Оқуға тұратын кітап, жақсы кітап. Егер адамның өзіне деген қарым-қатынасы қандай, қоршаған ортасында сол адамға қарым-қатынасы сондай болады. Сондықтан алдымен адам өзінен бастау керек. Егер басқа адамдар оған жақсы көзқараспен қарасын десе, онда ол өз-өзіне жақсы көзқараспен қарау керек. Және егер адам өзін-өзі таңдамаса, оны ешкім таңдамайды. Яғни мысалы, егер адам өзіне ұнайтын тамақты таңдамаса, ол үшін оған сен осы тамақты жақсы көресің ғой деп ешкім таңдап бермейді. Әрине ата-ана болады. Мысалы, ата-аналар басында сөйтуі мүмкін, бірақ дегенмен әрқашан 24/7 ата-анаңмен жүрмейсің, жақындармен жүрмейсің деген сияқты. Көбінесе жалғыз өзің жүресің, сондықтан өзің үшін өзің жауап бересің, өзің қызығушылықтарың үшін де өзің жауап бересің. Және не болса да өзіне керек нәрсені әрқашан өзің таңдау керексің. Өйткені сен үшін оны ешкім таңдап бермейді, жаңа айтқанымдай. Және бұл кітапта «К себе нежно» дегесін, ол өзін-өзі жақсы көру туралы тақырыбында айтылған. Яғни мысалы ең жиі кездесетін жайт, ол менде де кейде болды, бірақ мен оны өзін-өзі жақсы көру деген сатыға жатқызбайтын едім. Мысалы, достарым бір жаққа шақырады, сен ол жаққа онша барғың келмейді, бірақ бәрібір бара салайын дейсің. Бірақ алдымен адам өзінің шаруаларын дегенде, мысалы, өзінің жұмыстарын бітіру керек, сен үшін не маңызды соны жасау керексің. Содан кейін барып достармен бірге қыдыруға болады деген сияқты. Ал егер сен өзіңнің шаруаларыңды әрқашан артқы планға қойып, басқа достарыңның шаруаларымен жүре беретін болсаң, онда сол достардың шаруаларын бітіріп жүресің деген сияқты. Сосын бір кітаптан оқыған сөзім бар еді, сол есіме түсіп кетті. Если у вас нет мечты, то вы будете работать ради осуществления чужих планов деген сияқты. Яғни біреуге жұмыс істейтін адамдар туралы айтылған. Егер өзінің мақсаттары болмаса, біреуге жұмыс істейді, ал сол бастығы ол өзінің арманын орындап жатыр, сол жұмысшылардың арқасында деген сияқты. Бұл жерде енді біреуге жұмыс істейтін адамдар жамандап жатқаным жоқ. Әрине жұмыс істеу ол нормально. Әрине нормально. Адам жұмыс істеу керек. Бұл кітапта жай ғана айтылатыны ол, егер сен өзің шаруаң бітпей тұрса, барып достарымен ілесіп, жай ғана бір-біріне қыдыруға кетіп қалма деген сияқты ғой. Мысалы, алдымен өзің шаруаңды бітіріп ал. Сосын мен бұл тағы бір практика есімде қалды осы кітап оқығаннан, бірақ ол практиканы мен осыған дейін де есімде негізі. Есімде болды дегенде қалай бір жерден оқыған едім, басқа кітапта оқыған шығарым. Әйтеуір ол біреу сұрақ қойғанда, мысалы, қалай айтса болады, көп адамдар, мен де өзімді бақылап қарасам солай етеді екенмін да. Мысалы, маған біреу сұрақ қойса, мен сұраққа жауап беремін де, және неге толықтырам өзім жауабымды. Мысалы, бір мектепте немесе универде, экзамендерде айтады ғой, сұраққа толық жауап бер деп. Жай ғана, мысалы, қалай десе, жақсы емес, жақсы өйткені мынандай деп. Мысалы, ағылшын тілінде көбінесе толық формада жауап бер дейді. Жай ғана, мысалы, yes, I do деген сияқты емес. Ал бұл кітапта айтады, сен өйтіп жауап беруге міндетті емессің адамдарға деген сияқты да. Мысалы, егер сенен толықтырып сұрамаса, сенен ашық, нақты, айқын сұрамаса, сұрақты қалай қояды, сен солай жауап беру керексің деген сияқты. Өйткені көбімдер үйреніп қалған, мысалы, жай сұрақ қойсады, мысалы, я жоқ деп жауап беретін сұраққа толық ашып жауап берсін. Сен өзің уақытыңды кетіресің деген сияқты, және ол адамда сенен ондай жауапты күткен жоқ және сұраған жоқ. Ол жай ғана сен немесе жоғыңды тыңдап тұр, ал қалғаны оған маңызды емес. Сондықтан артық сөз айтпау, өзің уақытыңды үнемді қолдану және керек емес адамдармен араласпау. Және мысалы, қазіргі таңда адамның күні адаммен дейді, көп кітаптарда адамдардың арасындағы бір-бірімен қарым-қатынастары туралы айтылған, және шынымен де ол енді
өте терең және бөлек тақырып. Сондықтан бұл кітапты оқып өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Өмірде қандай позицияда боласыздар, біреуге өздеріңіздің бос уақытыңызды біреуге арнайсыз ба, әлде өзіңізге арнайсыз ба, ол сізге байланысты. Тек егер араларыңызда бұл кітапты оқыған адамдар болса, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Маған өте қызық болады оқу. Және лайк басып, комментарий қалдырып, басқа қысқаша шоуларым 100 кітап 2024 атты плейлистте сақталған. Егер мен каналыма алғаш рет келіп жатсаңыздар, қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.